Саламатсыздар ма? Менің көрермендерім мен қонақтарым. Дәл қазір мен өзімнің тұрақты көрерменім аты Жансая және тағы да екінші тұрақты көрерменім Қазақ баласы деген лақап атпен тіркелген көрермендерімнің өтініші бойынша Турцияға саяхат туралы ақпарат бергім келеді. Мен осы ақпаратты бермес бұрын туристерді жалпы екі топқа бөлдім. Біріншісі, Қазақстаннан ешқашан шетелдікке шығып көрмеген бірінші рет шығайын деп тұрған адамдарға кеңес бергім келеді. Екіншісі, жаңағы анда-мында барып жүрген кішкене тәжірибесі бар туристер. Сонымен, егер де сіз бұйырса, міне Қазақстаннан бірінші рет шетелге шығайын деп тұрсаңыз, әрине Турциядан бастағаныңыз жөн деп ойлаймын, өйткені ол бізге географиялық жағынан да жақын, яғни билет арзан болады, және жалпы бюджетный әрі сапалы жерлерді табуға болады. Енді Таиландты да бәрі жақсы деп жатыр, бірақ мен өзім Таиландта болмағаннан кейін, енді мен ол туралы сізге ештеңе айта алмаймын. Сонымен, мен сізге қандай ақыл кеңес беремін, және әрине сіз осы ақыл кеңеске ғана жаңағы қалай осыны ғана тыңдап қалмайсыз, сіздің өзіңіздің жаңағы басыңыз бар, үйде қабырғаңызбен кеңесесіз, достарыңызбен, туыстарыңызбен кеңесесіз деген сияқты. Бірақ менің айтайын дегенім, сіз бірінші рет шығайын деп тұрсаңыз, онда міндетті түрде өзіңіздің қалаңызда орналасқан туристік агенттің көмегіне жүгіну керек. Сол жерге барып, мен осындай қалаға, осындай жерден, теңізге жақын ба, әлде орталыққа жақын ба, өзіңіздің желаниеңізді айтып, сол жерден путевка алуыңызға болады. Олар әдетте все включено деген путевка сатады әдетте. Оның ішіне сіздің сол тұратын жеріңізден жаңағы саяхаттайтын қалаңызға дейінгі ұшақтың жолы ары-бері билеті кіреді, ары-бері. Сосын 3 уақыт тамақ кіреді, жаңағы сіз тоқтаған қонақ үйде 3 уақыт тамақ болады. Тағы неме кіреді. Бұл сол өзіңіздің жаңағы тілегін қалай қалауыңызға қарай бір жерге алуыңызға болады, 10 күнге алуыңызға болады, 12 күнге, 14 күнге алуыңызға болады, 14 күнге алуыңызға болады. Вот. Сол білмеймін енді, ол жаңағы қонақ үйлердің жұлдызына қарай, қай жерде орналасқан, пляждан алысуға орналасқан ба, сонысының бәріне қарай бағалары әртүрлі болады. Сол қалтаңызға қарап, өзіңізге ыңғайлы гостиницаны, қонақ үйді таңдап алуыңызға болады. Сонан кейін бір айтайын дегенім, бірінші рет қонаққа барғанда, мен ең бірінші рет Египетке бардым, осы ес білгенде. Сол кезде жаңағындай түк көрмегендей бәр жерге барғымыз кеп, бәр жерді көргіміз кеп, жаңағы пирамидаға барамыз, Каирға барамыз, национальный музейді көреміз. Жаңағына Мертвое море бар ғой, Египет пен ненің арасында, Израильдің арасында. Соғанда барамыз. Тель-Авивке бір күнге бізге сапар болды, Тель-Авив. Соғанда барамыз деп, бәрін күн құрғатпай, бірінен кейін бірін қатар алып алғанбыз. Ол өте бізге жаман болды, өйткені сен организм дұрыс тынықпайды. Сен пирамидаға бару үшін таңғы сағат 5-те жолға шығасың. Немесе түнгі сағат 2-те жолға шығасың. Түн бойы жүріп отырып таңертең келесің. Сосын күні бойы жүріс, жаңа қаланы аралайсың, пирамиданы аралайсың, музейге кіресің. Кешке автобусқа отырып, тағы да селкілдеп қайтасың гостиницаға. 1-2 сағат ұйықтайсың да, ертеңінде өлі теңізге бару керек деген жаңағы өзіңнің жоспарлап қойған, уже ақшасын төлеп қоясың ол кезде. Ең бірінші барғанда аузың ашылып, андай excited болып, қалай андай қуаныштан толқып, эмоцияда тұрғанда, сондай шешім қабылдап қойғаннан кейін бәрін алып тастағанбыз, қатты шаршадық. Сондықтан да жайлап, жаңағы бір күн автобуспен бір жерге барып, тарихи орынды көріп ба, 2 күн пляжда жатып, жайлап демалып алыңыз. Одан кейін барып, 2 күннен кейін тағы да бір жерге барып демалуға болады. Сөйтіп, жаңағы жаймен соншама жаңағы өлгенше бір марафонға қатысқандай турдың бәрін жинап алмай, сөйтіп жайлап демалу керек ақырындап. Одан кейінгі бір айтайын дегенім, жаңағы гостиницаларда мини-бар деген болады. Мини-бардың ішінде әдетте сусындар, шоколадтар, бір тіске басатын жаңағы сухарики ма,
чипсы сондай нәрселер тұрады, сосын сыралар тұрады. Сол мини-бардан ештеңке алып ішпегендеріңіз жөн. Өйткені оның бағасы әдеттегіден жоғары болады. Ал бізде мен көрдім туристердің да, өзіміздің елден болсын, жаңағы Россиядан, бұрынғы есенгі елдерінен болсын, ананы ішіп алады да, өтірік даладан әкеп, ананы бүйтіп орнына қойып толтырады. Ол дұрыс емес. Оны техничкалар күнде таңертең бөлмені жинауға келгенде олар көріп жүреді. Сосын айтады, бүгін, например, ана кока-кола ішілді, бәленбай күні, түгенбай күні анандай шоколад желінді деген сияқты. Сол жеген нәрсеңіздің сіз гостиницадан кеткенде ақшасын төлеуіңіз керексіз. Ал біздің адамдар сол ақшасын төлемес үшін ананы жеп алады да, даладан, базардан сатып әкеп қойғысы келеді. Сосын оны ол қабылдамайды, ол ережені бұзған болып есептеледі. Сосын ана жерде ресепшнде шум, гам, жаңағы сөз, тартыс, дау басталады. Сондай болмау керек, ондайдан аулақ болыңыздар. Вот. Сосын тағы не айтайын деп едім. Қазір мен енді жалпы сондай путевка алып, все включено деп барғанда қандай сервистер болады екен, не істеу керек екен, сол туралы бір қысқаша айтып өтейін сіздерге. Енді жаңағы all inclusive деген бар ғой, все включено деген. Сондай путевка алғанда жаңағы не болады екен, қалай демалуға болады екен, сол туралы біраз сізге ақпарат бере кетейін. Мына tripadvisor.com деген сайт өте жақсы сайт. Егер де сіз өз бетіңізбен саяхат жасайтын халге жетсеңіз, осы tripadvisor.com-ның көмегіне жүгінуіңізге болады. Мен өзім осы TripAdvisor-дың көмегімен қаншама жерге бірінші рет барғанда да еш қорықпастан гостиницада снимать еттім, баратын жерлер, магазиндер, музейлер, бәрін осының көмегімен тауып алдым. Мұнда бізбен сіз сияқты адамдар отырып, өздерінің шын отзывтарын, пікірлерін жазады. Соның арқасында жаңағы айтқан нәрселердің бәрі шын болып шығады. Гостиница жақсы болса жақсы, жаман болса жаман деген сияқты. Сонымен осы естеріңізде болсын. Кейін жаңағы тәжірибелі саяхатшы болғанда tripadvisor.com сайтының сізге көмегі өте көп тиетін болады. Сонымен жаңағы біз ата-анамыз 60 жасқа толғанда той жасамаймыз деп семьямызбен қыдырғанда осы отельде демалдық. Сол all inclusive, все включено дегенді алдық. Отельдің территориясы өте жақсы, таза. Мен өзім жаңағы не арқылы алдым, туристік агентство арқылы. Сол кезде мен айттым, қаланың ішінде тұрған отель керек деп. Себебі табиғаты өте жақсы, мына жерде балалар ойнайтын аквапарк бар, өзіңіз көріп отырғандай. Себебі ол кезде мен аздап түркше білетінмін. Мен ол кезде кішкене аз тәжірибем болған саяхаттаудан, сондықтан да мен білем, гостиницаның өзіндегі туристік агенттер путевканың бәрін қымбатқа сатады. Ал енді кішкене орталыққа қарай жүрсеңіз, жаңағы Турцияның өзінің агенттері бар. Сол жерде әдетте орысша сөйлейтін қыздар, жігіттер отырады. Солар арқылы путевканы арзанға алуға болады. Путевкалар қандай путевкалар? Мысалы үшін қарапайым boat trip. Boat trip дегеніміз жаңа қайықпен ба, теплоход па не, сонымен қыдыру, бір күн бойы соған қыдырып, жаңа пенная дискотека деген болады, балаларға ойын болады. Соны, например, гостиницаның ішіндегі туристік агенттің өкілдері қымбатқа сатады путевканы. Ал кішкене орталыққа қарай шығып түріктерден алатын болсаңыз, онда ол сізге бірталай арзан болады. Әдетте гостиницада 3 уақыт тамақ беріледі. Міне сіздің алдыңызда шведский стол жасалады. Осындай шведский столдың әлі де несі территориясы болып жатыр. Қазір шведский столды ең бірінші көргенде көзіңіз тұнып кетеді. Осы ана жерде жайнап тұрған тамақтар, не аларыңды білмей, қанша аларыңды білмей. Сосын ең бірінші түк көрмегендей бәрін тәрлікеңіз алып аласың. Негізінде бірінші ыстық тамағыңызды барып, өзіңіз тойғаныңызша алып келіңіз. Бірінші күні барып, бәр тамақтан ауыз тиюге ұмтылмаңыз. Өйткені 10 күн бойы, 7 күн бойы сізде өте көп уақыт болады. Сол әрбір тамақты әр күні жеп шығуға. Сосын тәрлікеңізге бәрін үйіп алып отырғанша, бірінші ыстық тамағыңызды алып, соны жеп алып, сосын барып жаңағы тәттілерге баруға болады. Міне әдетте салаттар, тәттілер, бәрі өзі жеке-жеке тұрады, сондай әдемі. Мына гостиницаның бір жақсы, бұнда тамағы жақсы болды, өзі таза, енді салыстырмалы түрде. Одан кейін өте көп көкөніс жеміс берді. Жаз кезінде ыстықта қатты тамағың жегің келмейді, ыстықтап жүресінде көбінесе шөлдейсің, қарбыз, жаңағы қауын, басқа да көкөніс жемістер өте көп болды. Мына сол TripAdvisor-ге салған адамдардың суреттері, бұл шынайы, шыншыл суреттер.
осылардың отзывтарын оқысаңдар, сол славян халқы аман болсын. Біздің қазақтар әдетте отзывты өте аз жазады, пікір жазуға біз құлықсызбыз, ал бұл қандай жақсы көмек, қандай адамдарға соңынан өте жақсы көмектеседі осындай отзывтар. Міне осындай гостиница аласыз, сол 3 уақыт тамағыңыз болды, жаңа айтып кеткендей. Егер де қаланың ішінде деп сұрап алсаңыз, гостиницаны айтыңыз теңізге де жақын болсын, қаланың ішінде жақын болсын деп. Мен солай деп айттым. Мына гостиницада жолдан өтсеңіз теңізге барасыз, сосын кішкене гостиницадан шығып түзу жүріп, сосын солға қарай бұрылсаңыз, уже центральная улица дейді, орталық көшеге шығасыз. Сол көше толған жаңағы әртүрлі магазиндер, кафелер, жаңағы түріктің өздерінің агенттері, солардан арзанға билет сатып алдық. Памукале қаласына бардық, жаңағы Боутрипке шықтық, тағы да жаңағы тарихи ескі қалаларды көруге бардық деген сияқты. Солай. Сосын тағы бір жаңағы айтатын, осы гостиницада жүргенде бізде бір мынандай оқиға болды. Біздің әрқайсымызда өзіміздің бөлмеміз болды. Сол ата-анамыздың бөлмесінің балконында аяғы сынық бір орындық тұрды. Мен оған мән берген жоқпын. Жаңа ғана техничкалар жинап кетті ғой, олар көрген шығар деп. Оказывается, 5 күннен кейін сол отельдің хозяйыны маған орындықты сіздер сындырдыңыздар деп нетті, жаңағы бізге айтты, пәле жапты. Сосын мен ана жерде ренжіп оларға сөйледім, осылай репутацияларыңызға нұқсан келмей ма, мен осылай интернетке жазам, на самом деле сіздер соны біліп жүрсіздер деп. Содан олар кешірім сұрап, жаңағы овощи, фрукты, соғық сондайларын алып әкеп берді. Мұндағы шығатын қорытынды, бөлмеге кіргенде бөлменің жағдайы қандай, стакандары бәрі сынып тұр ма, әлде неме ма, бүтін бе, мебелі бүтін бе, соның бәрін қарап алыңыз да, егер де қандай да бір сынық, сондай да бір жағдай байқасаңыз, ешқандай қорықпай-ақ, ыңғайсызданбай-ақ, мына жерде мына орындық сөйтіп тұр, мына жері қисайып тұр, мына жері сынып тұр деп айтсаңыз, ертең олар сізге пәле жаппайтын болады. Сосын мұндай гостиницаларда әдетте аптасына 2 рет па не болады, әртүрлі мерекелік программалар болып тұрады, жаңағы концерттер қойылады, аниматорлар бар ғой, солар келіп балаларға әртүрлі передачалар ұйымдастырады. Өте жақсы. Сол, егерде сіз тәжірибесіз турист болсаңыз, бірінші рет шетелге шығайын деп отырсаңыз, өзіңіздің қалаңыздағы туристік агенттің көмегіне сүйеніп, осылай демалып келуге болады. Сонымен бүгінгі тәжірибесіз туристерге арналған менің жаңағы ақпараттық көмегім аяқталды. Ал келесі жолы мен тәжірибелі туристерге өз бетімен қалай қонақ үй іздеп табуға болады, нені қай жерден қарау керек, қай жерден қандай арзан билет алуға болады, сол туралы ақпаратты, сол туралы ақпаратты келесі жолы бөлісемін. Демалыста жүргенде адамдардың настроениесі көтеріліп, эмоционалдық жағдайы бәрі көтеріліп, адам кішкене қауіпсіздік жағын ұмыта бастайды. Қауіпсіздік жағын ұмытпаңыз. Бассейнде жүргенде жаңағы балалардың аяғы тайып кетпесін, өзіңіздің аяғыңыз тайып кетпесін, терезені ашық қалдырып, балалар терезенің қасында қалып қалмасын. Әрқашан бір абай болып, сақ болып, бәріне қарап жүруді ұмытпағайсыз. Ол тек қана сіздің ғана жұмысыңыз емес, сіздің өзіңіздің семьяңыздың мүшесіне де айтып қойыңыз. Мысалы үшін мен балалармен, ата-анаммен сол бәрін алып бір жерге барғанда, міндетті түрде қауіпсіздік техникасы нұсқаулығын өткіземін. Жүгірмейміз, ана жерге бармаймыз, мына жерге бармаймыз, бір-бірімізді итермейміз деген сияқты. Өйткені көп адам болып қыдырғанның өзінің минусы да, плюсы де бар, адамдар бірін-бірі тыңдамай кетеді. Жаңағы оның үстіне настроениелері күшті болып тұрады, бірін-бірі күткісі келмейді, көп шошаңдап кетеді балалар кейде. Соның бәрін қадағалап, қауіпсіздік жағын ойлап, аман есен жаңағы семьяның барлық мүшесі ешқандай зардап шекпей, аман есен үйге демалып оралуды мақсат қылып қоюымыз керек бізге алдымызға. Енді Жансаяның сұрағына келсек, мысалы үшін 5 адамнан тұратын отбасына демалуға қанша кетеді деп сұрапты екен. Шынымды айтсам, енді мен оны білмеймін, өйткені мен туристік агенттерге барып путевка алмағалы көп болды. Айтып тұрмын жаңағы, сіз қандай қалаға барасыз? Мысалы үшін Анталия қымбатырақ, Стамбул қымбатырақ, аландай Кемер, Алания сияқты қалалар, олар кішкене Кемер қымбатырақ. Алания мысалы үшін арзанырақ деген сияқты. Стамбулмен салыстырғанда Анталия арзанырақ деген сияқты. Сөйтіп сондай жерлерге байланысты. Сосын жаңағы гостиницалардың жұлдыздарына байланысты. Менің өзімнің жеке беретін кеңесім, ештеңеден қорқпай туристік агентке барып сұрап көріңіз, осындай 5 адамнан 3 жұлдызды гостиницаға қанша болады.
4 жұлдызды гостиницаға қанша болады деп. Сосын қаржыңызға қарай көресіз. Ал менің кеңес беретінім, гостиницаның анандай крутой болғаны керегі жоқ. Өйткені сіз сол гостиницада көп уақыт өткізбейсіз. Таңертең тұрасыз, завтрак ішесіз де сосын кетесіз. Теңізге барасыз, қыдырасыз, музейге барасыз, дүкенге барасыз деген сияқты. Әртүрлі концерттік программалар болады, соларға барасыз. Сондықтан да әйтеуір постелі таза, ыстық су, суық суы бар, средний тамағы бар гостиница болса жарап тұр. Егер бюджетный вариант іздесек. Сондайды қарастырып қоюға болады. Мен өзім ең бірінші рет сол ұлыммен бірге барғанда өте бюджетный вариант алдым. Бұл қандай, ол 2009 жылы еді, біз ұлымыз екеуміз ең бірінші Аланияға бардық. Сол кезде жаңағы ары-бері билеті, сол жаңағы 3 уақыт тамағы, 10 күн болдық бір Аланияда, бір гостиницада. Сол, например, 2009 жылы әрқайсымызға қаншадан, $300 ба сондайдан айланды. Бар жоқ $600 ма, өзі сондай болды. Сол енді ол кезде доллардың курсы қанша, мен ол есімде жоқ, қазір қанша екені есімде жоқ. Гостиницаның жағдайы онша емес болды, бірақ та ол өзі теңізге жақын орналасқан болғандықтан, және біз бірінші рет барғандықтан, біз оның андай-мындай минустарына көңіл бөлмедік. Оның андай-мындай минустарын кейін одан да жағдайы жақсырақ, қымбатырақ қонақ үйлерге барғанда салыстырмалы түрде ғана білдік. Бұл солай, әр нәрсе тәжірибемен келеді. Қонақ үйіңіз жаман болса, оған жаңағы көңіліңізді түсірмеңіз. Сол жердің таза ауасын, Түркияда ешқандай ауыр өнеркәсіп жоқ, сондықтан оның суы да таза, ауасы да таза. Сол теңіз дегеннің өзі біздің көптеген санаториімізден жақсы. Өйткені ана табиғи теңіздің құрамында көптеген минералды зат бар өзінің табиғи тұрғысында. Соған түсіп жүрген адамның жаңағы иммунитеті өседі, денсаулығы нығаяды. Соның өзі күн, теңіз, жаңағы позитивный эмоция, соның бәрі неге тұрады. Сондықтан да жаңса, енді мен сіздің сұрағыңызға қазір өтірік жауап бере алмаймын. Білмеймін, енді 5 адамға миллион теңге бола ма, 800 мың теңге бола ма, сол все включено деген. Енді оны нақты агентствоға барып сұрап білуіңіз керек. Енді өкінішке қарай мен бұл жерде сізге көмекші бола алмайды екенмін. Сонымен тәжірибесіз жаңағы бұйырса міне деп үйден аттап шығайын деп отырған туристерге арналған менің ақпараттық көмегім осымен аяқталды. Жаңағы келесі жолы біраз тәжірибесі бар туристерге арналған ақпараттық көмегімді беремін. Сонымен әлде сұрақтарыңыз болып жатса қойыңыздар, қысылмаңыздар. Енді мен шамам жеткенше көмектесуге тырысамын. Мен де соншама бір асып тұрған тәжірибелі турист емеспін. Біраз жерге бардым, бірақ көргеннен көрмегенім әлі көп. Дегенмен де енді қолдан келгенше басынан өткен әртүрлі жағдайларды мысалға келтіріп отырып, сіздерді сондай келеңсіз жағдайлардан сақтандыруға ақпарат беруге тырысамын. Әдеттегідей лайк басамыз, ұнап жатса, бөлісеміз және каналға жазыламыз.